7 сыныпта алғаш бастаған кезде мені қатты қуантты. Менің достарымның тобында менің 2 жақсы сабағым болды. Және білесіз бе, менде күн сайын үй тапсырмасы болмады. Өйткені мен оларды сабақ біткеннен кейін мектепте болмаса достарыммен жасап тастайтынмын. Менде де сабақ кезінде болған айырмашылық, менің де жауапсыз достарым болды. Мені алдап, менің арқамда тесттен өткен достарым. Міне, олар шынында да үздік атанды. Мен достарымды жоғалтып алатындықтан бұл туралы айтпадым. Бір күні менің достарымның бірі менен былай сұрады: «Ей, достым, сен мен үшін математикадан үй жұмысын жасай аласың ба?» деді. Ол менің жақын достарымның бірі болғандықтан мен жасай аламын деп ойладым. Сол себептен мен оған бір түн бойы үй жұмысын жасап бердім. Келесі күні таңертең мен келдім және оған оның үй жұмысын бердім. Бірақ мен сөйлейін деп тұрғанда: «Сонымен, мен сені адамдарға үй жұмысын жасап береді екен деп естідім. Мен саған жасап беру үшін $5 төлеймін, ал сен жасап бересің». Сосын мен бұның жақсы ой екенін ойладым. Сонымен келесі түні үй жұмысын жасағанда менің анам байқай салысымен мен оған: «Бізде жай ғана қосымша үй жұмысы бар. Үйде орындағым келді» деп айттым. Мен мектепте болған кезімде үй тапсырмасын бердім. Ол: «Енді менің достарымның үй тапсырмаларын сондай-ақ ағылшын тілінен орындай аласың ба?» деді. Менің оған жасап берген жалғыз тапсырма болады деп ойлағанмын, бірақ бәрібір істедім. Бұл үлкен қателік болды. Сондықтан мен басқа адамдармен үй тапсырмасына көбірек көңіл аудара бастадым. Мен не істеу керектігін білмедім. Себебі мен консультацияға барсам, олар маған ренжитін еді. Сонымен мен бір күн кітапханада болдым. Мен олармен топтық чатта болдым. Олар менен үй жұмысын жасауды сұрау үшін топтық чат ашты. Және олар: «Сен менің үй жұмысымды орындай аласың ба? Ал сенші?» деп жазды. Менің жігітім мұны байқап қойды. «Одан да мұны жасамай-ақ қой», деді. Келесі күні мен оны тастадым және оған: «Енді сенің үй тапсырмаңды жасамаймын» деп айттым. Бұл мен үшін стресс болады және сүйікті ісіммен айналысуға кедергі жасайды. Және мен бұл қыздарды ешқашан көрмедім. Оқиғаның қорытындысы: сен ешкімге үй тапсырмасын жасауға міндетті емессің. Оған сен емес, олар жауапты болады. Бұл видео ұнаса міндетті түрде лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ендеше сау болыңыздар.